Сәлем достар. Мұсаның әліпбимен қоштасуына келді. Қайсы Мұса? Мұса қайсы? Аңғара. Әліпбимен қоштасады апай бар. Ол білімнің бастауы әліпби атты ертеңгілігімізге қош келдіңіздер. Балалардың ең алғаш бетін ашқан оқулығы әліпби. Әліпбині бітіру алдыңғы өмірге бастайтын көп белестердің бірі. Ендеше біз бүгінгі күні сол белестің бірінен асып отырмыз. Сондықтан бүгінгі ертеңгілік сіздер мен біздер үшін ортақ та салтанатты мереке. Олай болса, мерекемізді бастауға рұқсат етіңіздер. Армысыздар, құрметті көрермендер, ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Бүгін біздің қуанышымызда шек жоқ, өйткені тұңғыш рет сауатымызды ашқан әліпбині бітірдік. Рас, әліпбимен қоштасу тек біздің мектебімізде ғана емес, барша Қазақстан бойынша қоштасып жатыр екен. Біз енді алыстағы туыстарымызға өзіміз хат жазаламыз. Біз енді кез келген сөздерді, сөйлемдерді, тіпті қысқа әңгімелерді де оқи аламыз. Жақсы білім көрімдік болсын сізге қалайық. Не үйреніп, не білдік, кәне ортаға салайық. Адамдар туралы сендер әліпби білетін боласыңдар. Олай болса, әліпбині ортаға шақырайық. Ана тілі. Армысыздар жастастар, ана тілі пәнімін. Туған тілім елдігім, ана тілі болмаса, бүтін делмес кемдігім. Әріп деген егешім, ол дыбыстың таңбасы. Сөз құры сауалардан, ол дыбыстың таңбасы. Қанса әріп қарасын, болсан сен сауапты, көп кітаптардан табасың, көп сұраққа жауапты. Жаттап алсын әліпті, саналы өмір сүресің, бүгінгі өткен тарихты әліппен оқып білесің. Не бір ғалым ғұлама сұрасады сенімен, боласың сен де бір бала, ой өрісі кеміген. Оқуға озат боламын, білімнің тасып толамын, мектепке барып
әліппемен қоштасты. Мектебіміз шыққышты, фамилиясы. Қараңыздар. Достар, Адинаның сыныбына кіріп, Адинаны алып кеттік. Адина, елканы жанынан сурет кетесіз ме? Әдемі, сондай елка құрып кетті. Әдемі. Түсесіз ме суретке?